бір елде сандар иелі өмір сүретін. Онда әр баған мен жол өз тарихын айтып жүретін. Бірақ бір үлкен проблема бар еді. Адамдар оларды тек кестеден көретін, және ештеңе түсінбейтін. Бір күні диаграмма патшасы келді. Ол кестелерді көрнекі етіп көрсету өнерін білетін. Алдымен ол барлық мәліметтерді жинап, деректерді таңдау рәсімін өткізді. Содан соң патша вставка есігін ашты. Онда әр түрлі сиқырлы графика тұрды, сызық жолдары уақыт бойындағы өзгерістерді көрсететін. Бағандық шаты әр нәрсенің салыстырмалы көлемін көрсететін. Дөңгелек аспан бүтіннің бөліктерін бір-бірінен ажыратып бөліктерге бөлетін. Аудан мен нүктелер ерекше кейіпкерлерге арналған. Диаграмма патшалығының әр элементі өз рөлін ойнады. Диаграмма тақырыбы елге ертегі туралы хабар берді. Және юстер барлық кейіпкерлердің орнын және мәнін көрсетті. Легенда әр серияны таныстырып, кім қай жерде екенін айтты. Деректер белгілері нақты сандарды жариялап, ешкім адаспасын деп тұрды. Тор сызықтары бағыт беріп, деректерді салыстыруға көмектесті. Сөйтіп, сандар иелі патша диаграмманың арқасында өмірге жаңа реңк қосты. Енді әр дерек өз ертегісін айтып, адамдарға қызықты әрі түсінікті болды. Бағандар би биледі, сызықтар ән айтты, дөңгелектер бір-біріне күліп қарап тұрды, және барлығы деректердің сиқырлы әлемін тамашалады. Міне, осы ертегі арқылы біз көрдік, кестелік деректерді графикалық түрде көрсету, сандарды өмірге келтіріп, оларға ертегі сияқты жан берудің жолы.